Сәлем достар, сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Бүгін біз керемет логикалық сұрақтар дайындадық. Бұл жұмбақтар сіздің миыңызға өте пайдалы. Видео соңында неше сұраққа жауап бергеніңізді пікірге жазып кетіңіз. Ал қазір арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Номер бірінші сұрақ. Саматтың бүгін туған күні. Әрине, достары оған өте керемет көптеген сыйлықтар берді. Олардың ішінен оған виртуалды шындық шлемі ұнады. Ол оны бірден киіп, жаңа ойынды бастады. Самат өте күшті металдан жасалған робот болды. Оны бірінші кезекте өте қызықты оқиғалар күтіп тұр. Ол ең қауіпті тұзақтармен кездеспекші. Осылайша бірінші кезекте зымданға тап болды. Самат өмір сүре алатын бір жолды таңдауы керек. Бірінші есіктің артында қозғалыс сенсоры бар бомба жатыр. Оған жақындамағаныңыз жөн. Екінші есікте өте қауіпті жыртқыш өсімдіктер. Ол адамдардың басын оңай тістеп алады. Ал үшінші есіктің артында ақылды ғалым бар. Біздің кейіпкерімізді өте қуатты лазермен атады. Самат тірі қалу үшін қай жолды таңдауы керек? Дұрыс жауабы екінші есік. Өсімдік қауіпті көрінеді, бірақ іс жүзінде ол Саматқа зиян келтіре алмайды. Өйткені ол робот екенін ұмытпағанымыз жөн. Номер екінші сұрақ. Ақыры біз бостандыққа шықтық, бірақ содан кейін бізді қиындықтар күтіп тұр. Самат зынданда аралап жүргенде зомбилер қалаға шабуыл жасады, және олар үйге бара жатқан қызды қоршап алды. Егер жылдам қарумен көмек бермесек, қызды тістеп алуы ғажап емес. Бірақ роботтың арсеналында қандай қаруды таңдау керек? Роботтың арсеналында үлкен гранатомет, ми сәулесі. Ми сәулесі ол қашықтықта адамдарды өлтіреді, және қуатты лазер энергиясы 10 рет атуға жетеді. Қызды құтқару үшін қолайлы қаруды таңдаңыз. Егер де үлкен гранатометпен ататын болсақ, бүкіл зомбиді жоюға болады. Дегенмен онымен қоса, қыз да жоқ болып кетеді. Ми сәулесі де сәйкес келмейді. Ол зомбиді емес, адамдарды өлтіреді. Тек қуатты лазер энергиясымен қызды құтқара аламыз. 10 оқ бізге жеткілікті. Номер үшінші сұрақ. Бұл сұрақ мұқияттылыққа арналады. Суретте не дұрыс емес екенін табуымыз керек. Ағашта қарбыз өспейді. Кенгуру белгісі бар. Басқа планеталарда кенгуру өмір сүрмейді деген ойдамыз. Асханада тышқан не істеп жүр? Бұл суретте не дұрыс емес екенін пікірге жазып кетіңіз. Бірнеше жауабы болуы мүмкін. Номер төртінші сұрақ. Теңізде дауыл кезінде қарақшылар кемесінде жаман жағдай болды. Кеме экипажының біреуі капитанын өлтірген. Сақалды Джоны. Бірақ оның адал көмекшісі оны жазасыз қалдырғысы келмеді. Дауыл ақыры басылған кезде ол екі қарақшыларымен сұхбаттасқан. Люк және Джей. Джей, йо-хо-хо, капитанға зиян тигізбейтін едім. Ол уақытта полдарды сүрттім деп жауап берді. Ал Люк,
Мен де зиян тигізбейтін едім. Ол уақытта қылыштар мен басқа да қару-жарақтарды тазалаумен айналыстым деді. Капитанның көмекшісі тығырыққа тап болып, кімнің өлтіргенін білмейді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Кім кінәлі? Дұрыс жауабы. Джей дәл осы сәтте кеме полын жуғанын айтты. Бірақ егер сіз жұмбақты мұқият тыңдасаңыз, онда кісі өлтіру дауыл кезінде болғанын анық байқайсыз. Яғни бүкіл экипаж кеменің ішінде болған. Достар, видео соңына да келіп қалдық. Егер видео ұнаса, арнаға жазылып қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге біз, бәрі бар арнасы.